300-ден астам қандасымыз әлі күнге көк түсті құжатқа қол жеткізе алмай жүр. 3 жылдан бері қарай бір тұрақты маған жауап беретін адам болмады. Оралман деп сіз айтуға ешқандай құқыңыз жоқ. Оралмандар бізден бай тұрады. Бәрібір де статусы оралман ғой. Қазағым, елім, жұртым деп келдім мен. Азаматтық алу қасқалдақтың қандай қол жетіміз ба сонда? Бас ауырмаған дәреже болып тұр. Сізден апаттай, сізден күшті тұрады кез келген оралманы. Сіз мына айтамыз ток-шоуына келіп, өзіңізді бір керемет ит көрсетпеңіз. Иә, Құдайдан қорқыңыз. Осыдан 15 жыл бұрын неғып айтпадыңыздар? Неғып ана ақ үйге барып айқайлап айтпадыңыздар? Бәрін болдыңыздар. Құжаттардың мысалы тізімін азайтып, келу жолын жеңілдетуге мемлекет неге мүдделі емес? Егер 10 адам істеп жатқан болса, соның 9-ы заң білмейді. Азаматтықсыз қазір қалай күн көріп жұмыс істейсіз бе? Азаматтығым болмағандық үшін мен ешқашан жұмысқа да алмайды. Көшеде мысалы қара жұмыс істеп жатқан аталар да бар көптеген. Бізде мына көші-қон деген үлкен бизнеске айналған. Делдалға мен 700 мың теңгем кетті. 300-ден астам отбасының қанаған жұмыстан кеткесін, ақшасынаған полицияның білмеуі мүмкін емес қой? Әрине. 300 миллион теңге демек белгілі бір адамдардың қалтасына кетті деген сөз. Оны антикор міндетті түрде тексеру керек. Мен қиналып жүрген, мен оқымағам Қытайда. Қазақстан жазуында танымаймын. Жылап жүрген осы қазақтарымыздың бала шағасының отбасын түзеп берсе екен деймін. Армысыздар, бұл қазақ ютубындағы тәуелсіз ток-шоу айтамыз. Мен Асқарбек Қазанғап, біз бастаймыз. Алматы облысында азаматтық алу азапқа айналған Шелек ауылында атажұртты аңсап, осында ат басын бұрған 300-ден астам қандасымыз әлі күнге көк түсті құжатқа қол жеткізе алмай жүр. Елім, жерім деп еміреніп келген ағайынды сабылтып қойған кім? Бұл өңірдің көші неге күреңсіз? Алдымен экранға назар аударайық. Алматы облысы Шелек ауылында 300-ден астам қандасымызға азаматтық алу арманға айналып барады. Қытай мен Өзбекстаннан қоныс аударған ағайын бума-бума құжатты қолтығына қысып, бірнеше жылдан бері көші-қон қызметінің табалдырығын тоздырып жүр. Сабыры сарқылған қандастар инспекторлардың сан түрлі сылтауымен күнде ертең деген ертегісіне тойып біттік деп күйінеді. Өкпем толып, ал осы отаным деп келгем, ұшақпен бала шағамды алып. Ал енді бүгін күндікке келе салып мен азаматтыққа тапсырдым. Міне биыл 1 жыл болды. Ал ешқандай азаматтық ала алмадым. Ал отаным деп келгенде әзір өкпем солып отыр. Ал көңілім солып отыр. Жөнді жауап бермейді. Істемейді. База істемей тұр. Келесі апте мен мысалы 15 қатым көбейтпей беріп болдым. Ақырында бұны таба алмадым. Міне 2 ай болды, дәулет жоқ. Дүйім жұртты дүрліктірген дәулет деген кім? Ол қазір қайда жүр? Қандастарды қанаған инспектордың әрекетіне көші-қон қызметінің басшылары неге көз жұма қараған? Ашығын кесіп айтамыз. Жалпы Шелек ауылында алды 4 жылдан бері азаматтық ала алмай қиналған жандар көп. Солардың бірі Ораш Мұқаш есімді азаматты ортаға шақырсақ. Аға, келіңіз. Көрермендерге жалпы біздің қонақтарымызға түсінікті болсын. Жалпы өз әңгімеңізді айтып бастасаңыз, қашан, қай елден келдіңіз? Құрметті қазақ еліндегі мен қандастарым. Мен Қытай Халық Республикасынан көшіп келгелі 2013-те көшіп келгем. Ал 2013-те Қазақстанда бір заң шыққан. 3 жылға дейін азаматты қабылдамайды екен. Қазағым, елім, жұртым деп келдім мен. Мен семья отбасымен үшеуміз келгенбіз. Бармаған жерім жоқ, баспаған табым жоқ осы. Енді азаматтықсыз қазір қалай күн көріп жұмыс істейсіз бе? Азаматтығым болмағандық үшін мен ешқашан жұмысқа да алмайды. Жұмыс істеп жүргем жоқ. Отбасыңызды қалай асырап жатсыз? Енді менің туысқандарыма кішкене олардың отбасына барып істеп, жұмыс істеп күн көріп жүрмін. Жалпы сарапшыларға сұрақ қойғым келіп тұр. Азаматтық алу қасқалдақтың қандай қол жетіміз бе сонда? Біздің мемлекетте қазіргі ең үлкен өрескел мәселелердің бірі, өйткені маған өзіме де заңгер ретінде қаншама қандастарымыз келіп жылап еңіреп кетеді, құжатын ала алмай жүрген. 20 жылдан бері құжатсыз жүрген, тіпті 95 жылдан бері алмай жүрген қандастарымыз бар. Мен 1-2 кісіге өздерінің куәлігін алуға көмектестім заңгер ретінде. Сол кезде ана берген құжаттарды жинау ол мүмкін емес. Сондай үлкен тізім береді. Ол тізімнің бәрін жинап бітем дегенше кейбір құжаттардың уақытсыз өтіп кетеді, кейбір құжаттарды қайтадан алу керек болады. Және де олардың міндетті түрлерінің бірі жаңағы Қытайдан келген кезде туу туралы куәлігі Қытай мемлекетімен расталу керек екен жаңағы.
мөрі қойылу керек, посольствосы куәландыру керек екен. Жаңағы туу туралы куәліктері бар, басқа да құжаттары бәрін Қытайдың посольствосымен, Қытайдың мемлекетімен растауы тиіс екен. Оны мүмкін емес. Қытайларға барса, Қытай оны растамаймыз дейді. Біздің заңда ол болмаса, біз оған жаңа кейбір құжаттар бермейміз деп жатыр. Құжаттарды заңдастыруға тосқауыл болып жатыр. Мысалы айтатын болсақ, кейбір қандастарымыз тіпті жеке куәлік алған күйдің өзінде пенсиясыз қалып жатыр. Олар Қытайда 30 жыл жұмыс атқарады, мысалы, мемлекеттік қызметте 30 жыл мұғалім болып келеді. Қытайда оған сол пенсионный куәлікке алып келіп біздің мемлекетке өтсе айтады, сіздің бұл пенсиялық куәлігіңіз бізге жарамайды. Сіз пенсиясыз қалып, көшеде мысалы қара жұмыс істеп жатқан аталар да бар көптеген. Өмірәлі аға, сіз айтып кетіңіз, мысалы, бәленбай құжат деді ғой, соншалықты қиын ба, ол қандай құжаттар соншалықты көп сұрайды? Енді бұл қалай айтуға байланысты. Біз мына 5-ші құрылтайдан кейін 2017 жылдан кейін, оның 18 жылдан бастап біз электронды үкіметке өте бастадық. Ал осы себепті үкімет жиду қандастар үшін қандас куәлігі болса, күшейтілген тәртіппен, жеңілдетілген тәртіппен азаматтық алады. Ол жерде негізінен мен құжатын ала келемді аз таппай отырмын. 8 түрлі құжат талап етеді. Содан кейін қандас екен куәлік болса, оған көп керегі жоқ. 3 ай ішінде алып болады. Қандай екен тарқатып айтып жүрсіз? Енді ана Қытай құжатын, мысалы паспортымен Қытай жеке куәлігін нотариустан өткізу керек. Ол егер қолында паспорт болса, оны өткізу онша қиын емес. Алматыда кез келген нотариустан өткізуге болады. Тіркелетін үй болу керек. Ол туыстардың үйде бола береді. Пропискаға тұру керек. Оның кейін осындай болған кейін сізде бұрынғыдай пәлем банкіде ақша болсын деген бір қандасы болғандықтан алып тасталды. Бірінші қандас куәлігін алу керек. Міндеттемесе? Қандас куәлігін алғаннан кейін сізге ешқандай кедергі болмайды. Енді мен айтайын. Жан-жақта тардай шашылған қазақ көп дедік қой, бәленбай миллион. Олардың мысалы құжаттарын мысалы тізімін азайтып, келу жолын жеңілдетуге мемлекет неге мүдделі емес? Мемлекет мүдделі болып отыр. Енді осы жерде екі нәрсе бар. Бірі заң білмеу. Заңды жетіп білмеу. Өйткені Қытайдан келген, Ираннан келген қандастарымыз кіргізсе білмейді. Одан кейін бізде енді 30 жылдан бері өзіміз айтып келе жатырмыз ғой, жемқорлық мәселесі бар. Бізде мына көші-қон деген үлкен бизнеске айналған. Жақсы, біз мәселені нақтылайықшы кейіпкеріміздің. Сіз құжатыңызды кімге тапсырдыңыз? Дәулетке тапсырдым. Дәулетке, иә? Өзіңіз тапсырдыңыз ба? Дәулеттен кім? Дәулеттен көші-қон полициясының бастығы. Бастығы, иә? Ақша бердіңіздер ме? 30 мың теңге бердік. Не үшін? Не үшін бердіңіздер? Енді жылдамдату үшін ғой. Жылдамдату тез шығару үшін деп. Қашан бердіңіздер ақшаны? Документ тапсырған күні. Қанша адам бердіңіздер? Ау. 30 мыңнан қанша адам жинап? Қанша адам жинап бердіңіздер ол ақшаны? Ол 3 адамдікі 30 мың. 3 адам 30 мыңнан бердіңіздер. Оны дәлелдей аласыз ба? Дәлелдей аламын. Қолына бердіңіз ба, жоқ қалай, кімге аласыз? Қағаздың арасына қысып бердім, сол берген документтерді. Дәлелдей алмайсыз ғой, қағаздың арасында кетті ғой. Осы жерде бір қызық нәрсе айтқым келіп отыр да, мен осы Алтайдың ар жағынан келген көптеген достарым бар, жазушылар, ақындар, солардың ішінде біразы зейнет жасына, енді сіз жассыз ғой, зейнет жасына келген ағаларымыз әлі күнге дейін мына жаққа өтпегенде, өйткені ана жақтың зейнет ақысы жақсы екен. Мына жақта бір кішкентай шөкімдей ақша алғанша анақтан қомақты алайық деп сөйтіп жүргенде көкелеріміз бар. Иә, оны да жасыруға болмайды. Оны түсінуге болады. Әзір өзі талдайды. Қай жақтың зейнетақысын аласыз? Мысалы, бізде Ресейден де зейнетақы алатын, Қазақстан алатын бірақ енді көк тудың астында өмір сүріп жатыр да, Қазақстанның ауасын жұтып, суын ішіп, сіздің айтқаныңыз орында енді. Бірақ енді мына жерде сананы тұрмыс билейді дейді. Әрине. Мысалы, Қытайда зейнетақы жоғары. Жылы бүйтіп саламыз ғой барлық нәрсе. Бірақ әзіргі жағдайда азаматтық алсаңыз да зейнетақыңыз тоқтамайды. Осы мәселемен біз 3 жылда айланысып, бұл мәселе негізінен шешілді. Сіздің зейнетақыңыз тоқтамайды. Егер заңды түрде пенсияға шығасыз. Дәулет Қожанов дедік қой, Дәулет Қожановқа қатысты біз сұрастырған болатынбыз. Соған қатысты полициядағы бастығының пікірін естісек. Былтыр шетелдер. Осыдан кейін жігер тағайындалды. Жігер деген жігіт жаңа төлеп беріп жүрген. Сол егер жігер жұмыстан шетелдесе, ол істей алмайды бұл жерде. Жоқ, мен көрсем мен осы істеткізбейтін едім, ол сразу істемейді. Түсіндіре кетейін, бұл Дәулет Қожанов полициядағы бастығы жұмыстан шеттетілгенін бәрін айтып отыр. Шеттетілгеніне қарамай, ол ары қарай қандастардан ақшасын алуын жалғастыра берген. Бұл жақта сонда Дәулет епті болып тұр ма? Әлде біздің
мына жақта қазақтар ол енді мынандай шығар, бұл жерде енді шыны керек, Қазақстан Республикасының жемқорлыққа қарсы заңнамасының сәйкес пара беруші де, пара алушы да жауапкершілікке негізі тартылады заң бойынша. Екіншіден, ол дәулет жұмыстан кетуі мүмкін, бірақ кейбір полиция қызметкерлері бар, тамыры терең жайылған. Ол жұмыстан кетсе де азаматтық киімді келіп, соның ішінде отыра береді да, оны бәрі таниды, кіргізеді, оны сыйлайды. Ары қарай ақша жинап, ары бері өткізіп жүрсе, бұл жерде алаяқтық бап қосылады жаңағы. Және де посредничество дейді, екі ортада делдал болып жүру бабы қосылады. Бұл жерде егер де сіздер шынымен де жаңағыдай зардап шеккен болсаңыздар, нақты дәулеттен, коллективтік арыз жазуларыңыз тиіс. Жақсы, Байдыгүл ханым, осы мәселемен басқасында болдыңыз, айналысып жүрсіз. Мен ойлап отырмын, біздің бүгінгі көтерген тақырыптан алшақтап бара жатырмыз. Мәселе бұл жерде 150 отбасы, 400-ге жуық адамның тағдыры. Пара беруші де, пара алушы да сотталады. Бірақ бір жақтың оның өзінің болмысы, бұл халық ретінде, заңгер ретінде деген мәселе оның орны болу керек. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз былай. Бұл кісілердің келді атамекенге келгеннен кейін Теректің 2018-де Дәулет Қожанов сол жердің бастығы болып отырған, бұрын Қабанбай 6-да болған. Отырғаннан кейін ол 4 жыл былтыр март айында ол істі болды. Дәл осы пара алумен. Істі болғаннан кейін маған звондады, Байдыгүл мені құтқаршы деп. Мен айттым, ол прокурор қарайды, мен оған араласпаймын деп. Содан кейін мен Дәулет кетті деп жүргем. Кейін осы 2 айдың алдында адамдар арызданып бізге келді. Мен бардым, барғаннан кейін ол жерде Жігер деген азамат отырды, оны мен сөйлестім, айтты, апай маған 10 күн уақыт беріңізші, мен бәрін реттеймін деді. Оның видеосы да бар. Ал енді мына Қабанбай 126-да басқармада бастығы отырған Ермұрат Тоғызбаев деген кісі отыр. Сол кісіге айттым, Дәулет не істеп жүр, жұмыстан кеткен ғой деп. Бұл жерде алаяқтық мәселе Қазақстан Республикасының көші-қон басқармасының өзінен туындап тұр. Заңнан бұл кісілердің ары қарай жүруге мүмкіндігі жоқ. Біз қазіргі баланың заңын емес, басқаның заңын айтуымыз керек те. Бұл кісілер ең түпкі жүретін жеріне барып тоқтады. Қоғамдық орта емес, әкімшілік емес, болмаса басқа ортада алданған болса, біз сол салаға барып айтуымыз керек еді. Бұлардың әлсіздігіне 2000-нан бұрынғы келген атқамінер мықтылардың бәрі келді Қытайдан. Қазіргі көбі 90% біздің Қытайдан келген болып тұр. Екіншіден, бұлар ауыл аймақтан келген жас кәрі бала шағалар. Халық малшымен егінші кеп тұр. Осы орайдан пайдаланып, халықтың ең әлсіз тұсы әлді бір ортаның ақша табу құнарлы жері болып табылады. Ол әрқандай алаяқтың отырақтасқан орны содан басталады. Заңды біле тұра, сен көші-қон басқармасында бәленбай жыл істедің. Сол көші-қонның атын жамылып, бұл ертеден орналастырылған осы алаяқтардан ақша, осы адамдардан ақша жиюды қызметтен кеткеннен кейінгі бұрынғы мандатын пайдаланып. Мен барғанға дейін сол жердегі біз қазір өзіміз білетіміз 411 адам болып тұр. Баласы бар, шағасы бар. Одан ары қарайда бұл Есікте, Челекте, Ұзынағашта, Қаскелеңде Алматы облысы болып тұрғанның барлығында бар. Кеше біреу келді, Өзбекстаннан келген азамат 2,5 жыл болды дейді. Бұл жерде делдал 8-9 болып тұр. Нұрсейіт мырза, осы орайда мен сізге сұрақ қойғым келіп тұр. YouTube-та болсын, Facebook-та, әлеуметтік желіде болсын, қоғамдағы өзекті осы бассыз болатын жағдайлардың бәрін көтеріп жүрсіз. Мына жағдайда бір отбасы емес, 300-ден астам отбасыны қанаған, жұмыстан кеткесін, ақшасын аған, енді ол полицияның білмеуі мүмкін емес қой? Әрине. Бұл енді біздің 30 жылдағы жеткен жетістігіміздің көрінісі. Шыны керек, осы уақытқа дейін не таза қазақ болмадық, не шала қазақ болмадық, не өздеріңіз білесіздер, жартылай араб құл болып кеттік деген сияқты. Сондықтан енді Қытайдан келген қандастарымызды бұлай қанғақсатып, қаңғытуға болмайды. Бұл деген барып тұрған сорақылық, сорлылық. Бұл сол Назарбаев жүйесінің қалыптасқан сол тамыр тереңге жайылып кеткен бейнесінің бір көрінісі. Оны ешкім жоққа шығармайтын шығар. Бетін әдемілеп сөйлеудің керек емес. Міне өзі айтып тұр ғой, қалтамыздан 30 мың теңгеден алып алды деп. Бәлкім экранның ар жағында отырған азаматтар ойлайтын шығар, 30 мың теңге деген ештеңе емес қой деп. Сол азамат үшін ештеңе емес шығар. Бұл ағаларымыз үшін 30 мың теңге бір айлық азық-түліктің ақшасы. 6 жыл қаңғып жүр. Және де енді 4 жыл болған. Мен бірден айтайыншы, шыны керек қой. Мен қателеспесем 91 жыл мен 2019 жылға дейін 1 миллионнан астам қандасымыз келген. Соның ішінде 60% Өзбекстаннан. Түркменстаны бар, және де Қытайдан келді. Именно осы Қытайдан келген біздің
осы қазақтың нағыз мықты азаматтары елге келгісі келеді, келіп те жатыр. Неге соларға осыншалықты сондай бір кедергі келтіреді, мен соны түсінбеймін. Енді мына жағына бір күлкілі нәрсе бар. Қытайдан сотталмаған деген қағаз алып кел дейді. Айналайын ол Қытай өліп баратса сотталмаған деген қағазды бермейді ғой. Және де Қытай, мысалға Қытайда қазір өздеріңіз білесіздер, мынандай заң бар, әйелін алып қалады, немесе еркегін жібереді да баласын алып қалады деген сияқты. Осы мәселені шешпей ма енді? Бізде енді мына безвизовый режим деп жатырмыз. Соншама тек қана Қытайдан келіп жатқан Қытайдың азаматтары емес, Қытайдың торғайы да, Қытайдың иті де, құсы да кіріп жатыр ғой елімізге. Неге? Біз нақты небәрі бір 2 миллион қандасымыз бар шығар. Мен бір тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Қытайдың қаһарынан әлі қорқатындар бар ма? Өйткені әңгіменің ашығы осы студияға біздің жаңағы арнайы келген қонағымыз бар болатын. Ол тұрды келді де менің түрімді көрсе Қытай қудалайды, басқасы болады, маска бар ма деді. Маска беруге дайын болдық. Алды да далаға шықты, темекі шегемін деді да, машинасы орып кетіп қалды. Қазақстан тұрғысында әлі күнге Қытайдан қорқамасың? Бұл енді адамның өзінің жай ішкі бір несі шығар, қорқынышы шығар, ондай нәрсе жоқ. Ол біздің елімізге келсе ешкім кеуделерін итермейді ғой. Немесе біздің елімізде осы азаматтар сөйлеп жатса ертең Қытайдан запрос жібермейді ғой. Бұл азаматтар бізге керек деген сияқты. Бұл халық жауы емес, басқа емес деген сияқты. Өз-өзімізден үрке бермеу керек. Бізге қазір шынымен өзімізге егер ел боламыз, жер боламыз, мына қазақтың санын көбейтеміз десек, онда қандастарымызды елге міндетті түрде алып келу керек, барынша бүткіл мүмкіндікті жасау керек. Мына орыстанып жатқан Павлодар, Петропавл жаққа қарай үйін, жайын беру керек, мал мүлкін беру керек. Керек болса асарласып өзімізде көмектесейік, оған дайынбыз. Сондықтан бізге әрбір қазаққа Қытайдан келген қандастарымыз ауадай қажет. Меруерт ханым, сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы мынаның бәрі ақша беру бар, осы уақытқа бостандалу бар. Бұл сауатсыздықтың салдары емес пе? Әрине, сауатсыздықтың салдары. Қазір сіздерге мынандай ток-шоулар, түрлі блогерлар, журналистер көмектесіп жатыр ғой. Оған дейін де сіздер сол нені массовканы ұйымдастыруларыңызға болатын еді ғой. Тура сол жаңа дәулет деген қай жерде жұмыс жасайды, соның алдына барып бәріңіз айқайлап, шулап, камераға түсіріп сөйтіп тұрсаңыз, содан өзі тайсалады ғой. Қанша жерден жүректі болса да, қанша жерден коррупция. Меруерт ханымның сөзіне жауап берейін. Адамда мындай бір нәрсе бар. Бұл кісілер басқа бір елдің ортасында өскен. Сіздер мысалы орыстың ортасында өстіңіздер де орыстың психологиясын қабылдадыңыздар. Әр қандай орта өзінің адамын солай тәрбиелеп кетеді. Бұл кісілер көрдіңіз ба? 2017-тен қазірге дейін геноцид жүріп жатыр. Кейбіреуінің жаңа кім айтып жатқан сияқты бала шағасы барымтада отырғандар бар. Жаңа қашып та кетті ғой. Сол сияқты бұлардың алаяқтың сөз сөйлеу тәсілі мен ортаны бейімдеу тәсілі басқаша болады. Ол соған бейімделген. Бүтін ар-ұжданын соған салып кеткен. Сіз айтасыз, Қытайда заң қатал ғой енді мысалы. Жоқ, ол бұл жерде біз Қытайды өлтіріп тастайды бір қылмыс жасаса. Жоқ, бұл жерде біз бір ғой қорқып үркіп келіп бейшара рөлде жүр деп ойлайсыз ба? Жоқ, сіз ешқандай бейшара рөлде жүріп Меруерт ханым бүйтеді. Бас ауырмағанның Құдаймен қатысы жоқ дейді. Бас ауырмаған дәреже болып тұр. Сізбен бізден апаттай, сізден бізден күшті тұрады кез келген оралманы. Жоқ, күшті тұрады, өйткені ол еңбегінің арқасында күшті тұрады. Біз еңбек жасамаймыз ба? Дәл қазір бізді нені жалқау деп ойлайсыз ба? Мен өте еңбек тұр әйелмін. Меруерт ханым екеуміз анадан келіп тұрамын. Біз көз алдымыздағы өзіміздің қандасымыздың тағдыры. Сіз кешірім сұраймын. Мына жерде дәл қазір сіз қатты кетіп жатсыз, қолыңыз шошайтып, мына кісіден мен кедей тұрамыз. Сіз кедей тұрғаныңыз, сіз өзіңіздің жалғаулығыңыздың кесірі. Сіз олай мен сізге бірдеңе айтайын. Аллаға шүкір осы Қазақстанның азаматымыз ғой, бірақ оралман деп сіз айтуға ешқандай құқыңыз жоқ. Оралмандар бізден бай тұрады. Бәрібір де статусы оралман ғой. Сіз мына айтамыз ток-шоуына келіп, өзіңізді бір керемет үйтіп көрсетпеңіз. Құдайдан қорқыңыз. Ол айтуға сіздің ешқандай құқыңыз жоқ. Сіз мен коллегамсыз ғой? Сіз артық сөйлейтін көкесісіз ғой? Сіз менімен қазір ұрысып, сіз өзіңізге бір пиар жасайын деп отырсыз. Бағдарламаны көріп отырған құрметті көрермен, арнаға жазылуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің айтарымыз алда. Енді бізде екі жақсы түсіністіктер болып жатыр. Мен айта кетейін, бірінші көші-қон жаңа айтқым бизнеске айналған деп 30 жылда. Енді мен сіздерге көп айтатын сөзім бар, біз енді билікті кінәлаймыз. Назарбаев жеп қойды, ішіп қойды, Тоқаев кетіп жатыр деп. Бәріңізға Назарбаев ойыншық болды ғой. Отырып алып, бәріңіз батыр болдыңыз ғой. Осыдан бұрын неге айтпадыңыздар? Осыдан 15 жыл бұрын неге айтпадыңыздар? Бана Ақ-үйге барып айқайлап айтпадыңыз. Әрдайым елге табирейік онда біз өз елімізді. Отырып алып. Енді мен айтайын, біз әрбір қазақстандық өз үстімізде кішігірім Назарбаевпыз. Біз әрқандай
бір билікте болсын, әкім болайық, бәріміз өз мүддемізді бірінші ойлаймыз. Біз осыны ойлауымыз керек. Сіздердің айтқандарыңызбен келіспеймін. Шынымен де 30 жыл тәуелсіз мемлекетте өмір сүрдік. Бізге Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Республикасымен бір мәміле жасауға болушы еді. Сол Қытайда жүріп ақ қандас статусын алып, Қазақстанға емін-еркін келіп куәлігін ала беретіндей. Бір айдың ішінде. Ондай неге жасалмады ондай мүмкіндік? Неге олар Қытайдан Қазақстанға келіп, өз құжаттарына жүгіру керек? Ол біріншіден. Екінші мен айтайын деген, мынау Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасы егер өзара мәміле жасаса, Қытайда жүрген бүкіл қандастарымыз Қазақстанға келгілері келсе, ешқандай құжатты Қазақстаннан жүгірмей-ақ сол Қытайда реттеп, Қазақстанға сол қандас статусын алып келсе болады ғой. Неге ол істелмеген? Жауап берейінші. Сіз айтайын, сіз заңгер ретінде көші-қон заңы қанша тармақтан тұрады? Соған бір көз салдыңыз ба? Көші-қон, мен көші-қон полиция қызметкері емеспін. Жоқ, заңгер ретінде. Заңгер ретінде айтатын болсам, біздің көші-қон заңнамасында көптеген қиыншылықтар туындап тұр. Мен ол бапты жаттаған жоқпын, көші-қон толықтай. Бір ашып көрдіңіз бе? Ашып көрдім мен. Мен заңды қиындатып тұрса не істейміз енді? Жоқ, бұл жерде біздің заңымыз Черновик сияқты күнде өзгеріп отырады. Жоқ, сіздің заңыңыз емес. Көші-қон полициямыз қанша рет өзгерді? Шетелді этникалық қазақ, сіздің әкімшілік заңыңыз, қылмыстер заңыңыз тағы басқа заңмен қаралмайды. Шеттен келген этникалық қазақтың бәрі көші-қон заңнамасы бүгінге дейін 32 жылда 7 жол өзгерді. 7 жол өзгерді. 7 жол өзгерткенде 271 бап 197 тармақ болған. Дәл бүгінгі жағдайда 2019 жылдан қазірге дейін 58 бап 17 тармақ қалды. 58 бап кімді қорғайды? 58 бапты кез келген көші-қонның инспекторынан сұрасаңыз, дәл осы кісілерге табылатын бап тауып бере алмайды. Бірде-бірі мен енді барлығынан еш ашпайын. Егер 10 адам істеп жатқан болса, соның 9 заң білмейді. Мен сол көші-қонмен жұмыс жасап жатырмын. Жасағаныма міне 20 жыл болды. 1 ма? 2. Бұлар коррупция деген нәрсе бір Дәулет Қожановпен шектеліп тұрған жоқ. Дәулет Қожановтың ар жағында көкесі ішкі істерге дейінгі аралықтың бәріне олар тереңге жайылған. Жақсы, құрметті сарапшылар бар, қазір келесі кейіпкерімізді шақырайық. Біздің бүгінгі негізгі мәселе шелектен жүрген азамат таламай жүрген азаматтардың жан айқайы. Бұл жақта дәулетке дейін, дәулетке жеткізетін ортада делдалдар бар. Солардың қақпанына түскен кейіпкеріміз Рашида Семержанды студиямызға шақырамыз. Жалпендес, өзіңіз қашан келдіңіз? Қай жақтан келдіңіз? Қанша жыл болды? Саламатсыздар ма? Мен негізі 2019 жылы 23 желтоқсанда көші-қон заңнамасымен, отбасымен, 2 қызымен осы Қазақстан Республикасына көші-қонмен келгем. Жолдасыңыз бар ма? Иә, бар, 2 қызым бар. Қай жерден келдіңіз? Ал. Қай елден? Чапчал ауданынан, Қытайдан. Қытайдан келген. Сосын осы жаққа келгенде заң жүзінде мен Алматы осы қаласына тіркелдім. Қайнымның үйіне тіркеліп, Алмалы ауданының осы қалалық көші-қонға өз документімізді өзіміз барып тапсырдық, медициналық жақтан бәрінен өттік. Сол кезде 1 айдан кейін маған отказ келді, сенің осы визаңмен азаматтық алуға болмайды деп. Не үшін? Ұлтым ұйғыр. Ау, ұлтыңыз ұйғыр? Бұл кісінің күйеуі қазақ, баласы қазақ, өзі ұйғыр. Ол жағы рас. Ұйғыр болған үшін ғана сонда қысастық көріп отырсыз ба? Неше түрлі себептерді айтты енді. Қандай себеп айтыңызшы? Толқымаңыз. Біз 2-3 баласы бар адамдар да бар. Ықтияр қатыңыз бар ма? Қытайдың шпионы деді ме? Ықтияр қаталуға болады. Негізі Қытайдың шпионы деген жоқ. Негізінен сотталмады деген қағазды ал деді, оны да бердім бәрін. 3 жылдан бері қарай бір тұрақты маған жауап беретін адам болмады. Енді мен осы кісінің... Қазір сонда не Қытайдың, не Қазақстан азамат емеспін. Негізі Үрімжіде мен айтты да, 90 күндік саяхат визамен барасың, сосын ары қарай күйеуің азамат алған соң, сен ары қарай өзің документіңді тапсырасың деді. Бірақ мен көші-қонға бардым, біреу де мені қабылдаған жоқ. Қазір визаңыз бар ма? Бар, уақыт өтіп кетті ғой. Визасы жоқ. Саяхат визасын ұзартуға болады, бірақ енді ұлтты қазақты ғана ұзартуға болады, этникалық қазақ. Иә, өйткені бұл кісінің этникалық қазақ емес қой. Осы жерде бір кедергі бар. Бірақ енді дұрыстап сөйлесек ықтияр хат алуға болады сізде. Жолдасыңыз қазақ па? Негізі қазақ, иә.
Екі қызым да қазақ, осы Қазақстанға келгелі бір ұлды болдым. Енді олардың бәрі осы Қазақстан азаматы ғой негізінде. Енді тіке туысың тап дейді, тіке туысым сол өзім отбасым. Солай документ тапсырсам да қабылдамайды. Өйткені мен виза уақытым өтпей жатып, көші-қон тапсырыс бергенде олар қабылдамады. Ал виза уақыты өтіп кеткеннен кейін мен тапсырсам, сен виза уақытың өтіп кетті дейді. Сол аралықта делдалға бардым. Қанша ақша бердіңіз делдал? Кім болды? Аз дегенде делдалға мен 700 мың теңгем кетті. 700 мың теңге. Сіз қараңыз, Қытайдан келдіңіз. Өзім азамат бәрін жолымен жүрдім, бәрін тапсырдым. Ақшаны қайдан алдыңыз? Сіз бірақ жұмыс істемесеңіз. Жоқ, біз Қытайдан келгенде шынын айтайын, негізі 2 миллионмен келдім, күйеу екеуміз. Келген кезде бірінші болып сол документ жұмысым болды. Сол кезде бәрі айтады, сен азаматтық ала аласың дейді. Барсақ андай отказ келеді, сосын себебін таппадық қой. Содан бір Талдықорғанда бір танысымыз бар еді, сол Талдықорған көші-қонға бар. Сол кезде Дамир деген кісіні тауып бер деп, сол кезде Дамир деген кісіні өзім іздеп бардым енді. Барып ол кісіге документтерімді көрсетсем, болды сенікі бітетін шаруа, негізінен қиналмай қой деді. Оның алдында Бәйдібек биде Мұбарак деген кісі алған. Ол алды, шынымды айтсам, менің документімді қазақ деп заңсыз түрде мен қара тізімге тығып тастады. Оны облыстық көші-қондағы кісілер біледі. Менің атымнан жалған құжат жасаған. Оны мен вообще білмеймін де, түсінбеймін де. Кейін 2 айдан кейін мені 700 мың штраф деп келеді. Сол кезде мен айтамын да, бұл 700 мың штраф қайдан келді? Мен сізге құжат тапсырғам жоқ қой дедім. Сөйтсем, сіздің құжатыңыз қазір бізде облыстық көші-қонда дейді. Сол жалған құжат, мысалы, Қытайдың удостоверениесін ұлтын қазақ деп өзгертіп, паспортымен бірге берген. Сол кезде ол Мұбарак деген кісі өз штрафын Қанша жыл болды дедіңіз келгеніңізге? 3 жыл болды. Қараңыз, 3 жылдың ішінде қазір не Қазақстан, не Қытайдың азаматы емес, енді бұл кісіге мен айтайын, сіз азаматтық ала алмайсыз. Енді тек қана без граждан ала аласыз, болмаса ықтияр хат алуыңызға мүмкіндік бар, бірақ штраф төлейсіз ана. Алдыңғы жолы сот ашылды, сотта да 3 парламент кісі болды. Штраф төледім, иә, сот ашылды негізінен. Бұндай кісілерге негізі ЛБГ берілмеуші ме? Лицо без гражданства қазір. Берілмейді. Қандай дейсі? Лицо без гражданства дейді, азаматтығы жоқ азамат деген. Сеніп қалды ғой. Бұл кісі бар ғой, мына Астанадан көші-қоннан семьялық шақыртумен келгенде ұлты бәрі жазылған ғой. Бұл жердегі бұл кісінің мәселесі былай болып тұр. Көші-қон заңнамасының ешқандай халық үшін жұмыс жасамайтында болып тұр ғой. Баласы бар, күйеуі бар. Өнен кейін осы тұрғыдан сізге отбасына несіне байланысты сізге ықтияр хат жасайды. Енді азаматтық адам аламайсыз. Мен өйткені бұл өте қиын нәрсе. Азаматтық алып берем деген делдалдың өзі сізді алдаған. Енді сіз Қазақстан заңын бұзып отырсыз. Штраф 700 мың төледіңіз жоқсыз ғана. Жоқ, төлеген жоқ. Оны басқа делдал жасады ғой, орталықта. Сонда сізге неге талап етті Қытайда сотталмаған қағазды алып кел деп кім талап етті оны? Сіз жаңа көші-қон айтты. Көші-қон полиция менің білуімше осыдан 2021 жылы 2020 жылы мен 2022 алдым, сотталмады қағаз. Мен 2021 жылы құжат тапсырып бір азаматқа алып берген ықтияр хатты. Ол жерде мен жинаған тізімден айта алмаймын енді. Өзім бірге жүріп жинап, өткізіп, ол кісіге шыны керек ата екен, үлкен Өзбекстаннан келген. Көне көрсеттім. Жолдасыңыз азаматтық бар ма қазір жоқ? Бар, Қазақстан азаматы. Қазақстан азаматы. Мысалы, сіздердің балаларыңыз бар, мектепке бар ма, қалай барады мысалы? Қазір күйеуім тіркеуде, қазіргі мектепке алу тиіс. Ала береді. Енді бәрі заң өлбеуден шыққан ғой. Бұл жігіттің паспорты біткен жоқ әлі азаматтық алуында болады. Шешуге болады Алматы облысынан. Осы азаматтарды сандалтып қойған Шелек ауылындағы көші-қон бөліміне біздің түсірілім тобы барған болатын. Сол жақтағы құжат қабылдайтын кабинет жабық, ал ондағы жұмыс істейтін қызметкерді кафенің ішінен тапқан болатынбыз. Экранға назар аударайық. Бір жақтайын шарасыздың жанайқайы, екінші жақта амал жоқтықтың жанайқайы болып тұрды. Осы массовканың бәрін жасап Ақ үйдің алдына барып неғып жатып алмадыңдар? Жатып алу керек еді ғой. Айқайлап, шыңғырып, сол кезде баяғыда бітетін еді. Оғанда қаражат керек қой, Ақ үйге бару үшін. Қаражат керек. Айқайлау үшін қаражат керек. Мына жағдайға тоқтайықшы, видеоға қатысты. Осы кезде сіздер бардыңыздар, бөлімге. Мынау қазір сонда Дәулеттің орнында отырған кісі ма? Мынау Дәулеттің көмекшісі Аружан деген. Бұл кісі әлі істей ма қазір?
жеке сол күнге дейін бұл істеп келді. Бір жақ өзі дәулеттің тоқал деп айтады екен, сол жерде өзінің көмек. Мейлі кімі бол, иті құсы болсын. Жеке басына бармайды. Жеке басына. Содан енді қазір қалды ма енді бұл қыз? Кетіп қалды ма? Көші-қонды қазір жауып тастадық. Кетіп қалған жоқ ол жерде. Көші-қонда отыра ма? Көші-қонда жоқ. Сіздер жаңағы полиция қызметкерлерінің үстіне арыз шағым тастадыңыздар ма? Прокуратураға болсын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік болсын, қандай жауап келіп жатыр сізге? Қазір бәрінде де сол, енді Астанаға алдыңғы жол бардық, Бәдігүл апай біледі. Астанаға бару не керегі бар? Сол Еңбекші Қазақ аудан прокурорының приемына жазылып кіріп, осы жағдайды айтып, жазбаша арыз жазып кетіп, егер де Еңбекші Қазақ аудан прокуроры сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс агенттігі қимылдамаса, онда сіз облысқа барасыз. Бізде тәртіп бойынша солай негізі. Мынау жергілікті жерлерде проблема шешілмегендіктен Астанаға барып өзін өртеп атады, Астанаға барып неге осы жергілікті тұрғынның полиция қызметкерлері прокурор нүктесін қойып шешіп тастамайды? Солардың құзыреттілігі ғой. Ал Қазақстан Республикасының бас прокурорының 89 бұйрығына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық туралы жазылған арыз 24 сағаттың ішінде қаралады. Демек сіз арыз жазып тіркелген күннен бастап 24 сағаттың ішінде сізге SMS код келу керек. Қылмыстық іс тіркелді, немесе қылмыстық іс жоқ, қараусыз қалдырылды. Әңгімені біреуін орындадыңыздар ма? Арыз жазылды ма? Жазылды, арыз жазылғанда көбі отказ келеді. Мысалы, виза вақыт өтіп кеткен, солар арқылы дейін не жұмыс жасадың дейді. Көші-қонның отыратын жөні болған Ішкі істер министрлігінен бастап Алматы облысына бәріне хабарластық, жағдайды түсіндірдік. Бұлар шелектегі шуды білет, ат-тонын ала қашты. Мен енді осы жерде журналист ретінде Нұрсейітке сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, бізде еститін үкімет дейді, ойбай ашық болу керек дейді билік. Мысалы, жаңа шарасыздың жан айқайын естідік. Бүгін шақырдық, келмеді. Ертең Құдай бетін әрі қылсын. Біреу өз-өзіне қол жұмсап болмаса өртейтін болса, сол кезде ғана бүйтіп ойбай. Иә, сол кезде ғана болады. Бұл жақтағы сонда бар ғой, біздікі неге осындай жасанды жалан ұранмен айтылады да, осындай нақты мәселе келген кезде бетпе-бет келуге неге дайын емес? Енді әдемі ұранды өздері қойып қойды ғой, ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деп. Жаңа Қазақстанда не өзгеріп жатыр, не керемет болып жатыр, жақсы мақұл жаңа Қазақстан болыпты. Осы ма жаңа Қазақстан бағанағы болғаны, ана ханшайым мен көмектесіңдер, маған мені қинап жатыр дейді. Не деген бассыздық, не деген сорақылық. Енді кішәл ұяттары болса, көші-қон басқармасының адамдар келмей ма, отырмай ма, кімнен қорқады? Мен өзім ойлаймын, жалпы сіздерден енді бұл аяқ тартқанын да ойлаймын, осы жердегі сарапшылардан аяқ тартқанын да ойлаймын. Енді әрине ұрының көті қуыс дейді ғой, арты қуыс дейді. Сондықтан арттары қуыс болып тұр, өкінішке орай. Арты қуыс болса, осы жерде отыратын жөндері бар еді. Ешкім тіл кеспек болса да бас кеспек жоқ. Сондықтан ешкімнің басын ешкім кесіп алмайды ғой. Бағдарламаны көріп отырған құрметті көрермен, арнаға жазылуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің айтарымыз алда. Нұрсейіт мырзаның айтқан сөзімен де келісуге тура келіп тұр, енді заңгер ретінде де айтатыным. Өйткені шағым жаңағы бөліп тастады ғой, енді жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан деп. Бұрында қандай шағымдар бар, бұрында сот қандай шешім шығарып жүрді, қазірде дәл сол шағым, дәл сот көбеймесе азайған жоқ, енді өкінішке орай. Ол шындық, енді өкінішке орай мен өзім азаматтық позициям, бұл заңгерлік емес. Өйткені қазірде көптеген әділетсіздіктер орын алып жатыр. Мен өзім заңгер ретінде көптеген жаңағы әділетсіздікті сол облыста шеше алмай, сол жерде Астанаға барып, бас прокурордың приемына жазылып, айлап, күтіп, кіріп, сол жерге айтып, әрең дегенде мына жерге жеткізіп жатырмын. Бұл деген енді барып тұрған бассыздық қой, егер бәрі заң бойынша, заң аясында істесе, бұл кісілерге жаңағындай көмек көрсету тиіс еді ғой. Мына дәулеттің жағдайы оп-оңай жұмыстан шығара салды, мысалы, қаншама қандасымызды жылатып қойып қойды, мысалы. Неге оны қылмыстық жауапкершілікке тартпады осы күнге дейін? Шелекте ғана ма азаматтық алу азап болып тұрғаны, әлде басқа жақтарда? Жоқ, бұл Алматы облысы Жетісу. Қазір екі жерде Қытай Халық Республикасынан келген туу куәлігі жарамсыз депті. Бірақ қалқара заңының 319 бабының 1-ші тармақшасында анық көрсетілген. Кез келген мемлекеттің өзінің туып өскен еліндегі таңбалы қағаз, сол елдің шығарған таңбалы қағазы әрқандай мемлекетте заңды болып саналады. Сіз депутаттармен кездестіңіз, иә? Кездестім. Сол кезде айттыңыз ба, мысалы? Осыны мен бәленбай жылдан бері айтып келе жатырмын. Сонда бәленбай жылдан бері бәленбай депутат ауысыз. Себебі көрдіңіз ба? Біздің парламентте отырғандар әнші күйші термешілер отыр. Заң деген мұрнына келмейді. Олар кеше келді ғой, Апатай жан. Одан бұрынғы есім дұрыстан не деді? Меруерт ханым, бұдан бұрынғы да 32 жылдан дені сау парламенттің депутатын көрген жоқпын. Сол үшін мынағанда заң жоқ, анағанда заң жоқ, келергеде де заң жоқ. Біздің 58 бапты енді ерінбей барып көрсеңіздер, ішінде жұлып алар бір бет, бір парақ қағазға сол бойынша жасап әкелетін бір тал заң жоқ.
бірді қайталай берген, 13 тармақты қайталай берген әйтеуір жазған. Сонда бұл жақта азаматтықтың мәселесін шешу заңды өзгертуде болып тұр ма? Заңды өзгерту керек. Бұл кісілер делдал қайдан пайда болады? Шеттен келген этникалық қазақ біреудің үйінен 50 мың 300 мыңға прописка сатып алғанша көші-қоннан бір терезе ашу керек те, шеттен келген қазақты сол жерге тіркеуде тұрғызу керек. Оның қайда жүргенін көші-қон арқылы бақылап отыру керек. Көрдіңіз ба? Бұл бір. Енді тұра тұрыңыздар. Екінші жағынан бұл кісілердің мысалы граппа бар 2 түрлі толтыратын. Сонымен 11 түрлі қағаз алып келеді. Бір адамның документінің өзі шелекте 85 мыңға бітіп жатыр. Сіз ойлап көріңіз. Сол бойынша бұлар қалтасында келген ең соңғы тиыны біткенде мұрыннан қадалып барып жығылады. Шығатын жолы қандай? Не істелу керек? Сол жағынан қорытып, әрқайсылар ойларыңызды айтсаңыздар. Бұл мәселені шешу үшін Қазақстан Республикасының президенті қазір Қытай Республикасы, Халық Республикасының президентіне визасыз режим ашып берді ғой. Олармен өзара ынтымақтастыққа отырып, осы мәселені шешу үшін 3 ай емес, қазір құжат өткізіп 2 айға дейін қысқартып, одан кейін жаңағы біздің жұмыс жасап келген кісілеріміздің сол Қытайда өтемақысын, пенсиясын және де басқа да несін стаж дейді ғой, отырап отыр, бәрі сол мемлекеттегі несі жаңағы тәжірибесі бізде де есептелетіндей етіп, өзара келісімге қол қою керек деп ойлаймын. Және де сол Қытай Халық Республикасымен сол жерде жүрген қандастарымыз сол жерден жүріп қандас куәлігін алып келсе деген ойым. Жеңілдетіп, біздің қазақтың санын көбейтуіміз керек. Қандастар ол жанашырлар, еліне аңсап, жерім деп келеді олар осы жерге. Мал шаруашылығын дамытып жатқанда ауыл жерлерде қандастар қазір келіп алып еңбектене тынбай. Жоқ, шынымен мен бөліп атқан жоқпын. Қандастарымызды көбейтуге тырысу үшін біздің президентіміз Қытай Халық Республикасының президентімен сол жеңілдетілген түрде құжаттарды 3 ай емес 2 ай мерзімде және де тізімді де азайтып берсе дұрыс болар деп ойлаймын. Бірауыз Енді сіздерге жақсылық тілеймін. Енді осы уақытқа дейін қаншама оралмандарымыз, жаңағы қандас бауырларымыз енді жан-жақтан келіп жатыр ғой, миллиондаған қаншама бауырларымыз құшағымызға алдық. Жақсы өмір сүріп жатыр барлығы да. Енді осындай жағдайлар енді ғана шығып жатыр. Арасында бар екен, енді біліп жатырмыз. Бұрын ішін ара ғана шығатын. Бірақ енді қазір енді сіздердің 300 адамның жағдайын қарап, 300 мың, 300 миллион келген адамды мысалы айта алмайтын шығармыз. Солардың бәрінің өмірлері осы жерде оңбаған болды, бәрі коррупционер, бәрі жаңа тозақ өмір сүріп жатыр деп айта алмаймыз ғой. Біз егерде біз жерімізді, елімізді жерге тыға берсек, өзімізді жерге тыға берсек, бір-бірімізді жерге тыға берсек, кім көтереді бізді? Отырып алып, бір-бірімізге күндес болып, сөйтіп айтып, оңбаған, бәрі жемқор, бәрі есекбас дейтін болатын болсақ, кім жақсы қазақ болады? Айтыңыздаршы. Мен сол позицияны ұстаймын. Жақсы. Жақсылықтарыңызды айтып отырмын сіздердің. Бай қуатты екендеріңізді, бізден ерекше тұратындарыңызды айтып отыр. Біз бір қабатты үйде, сіздер үш қабатты үйде тұрасыздар, кез келгеніңіз. Елге ел қосылса құт дейді. Иә. Енді көші-қонда табыс бар. Осы әлемде бірден бір 3 елдің біріміз. Енді мен осы жерде ерекше айта кетейін. Әзір аудан дәрежелі қала және ірі қалалардың бәрінде халыққа қызметтік орталық жұмыс істейді. Сол жерде көші-қон полициясының бір адамы отыр. Барлық сонда. Барлық қазақ қызмет. Сол жерге барып бүкіл документті жеңілдетілген түрге өзгертуге болады. Екінші мәселе Қытайда. Қытайдан келген қазақтардың арасында келген қазақтардың дипломмен неке куәлігі. Бұның да себебі туу куәлігі көп мәселе емес. Мен сізге айтамын әзір. Неке куәлігі мен туу куәлігінің себебі біз Қазақстан 2 азаматты қолдамаймыз, Қытайда қолдамайды. Сонымен 2 елде келісім бар. Неке куәлігі мен дипломды растату керек. Бірінші нотариустан өткізу керек. Онан кейін оны, мысалы Қытайда болса, Қытайдың Қазақстан Қытайда бас елшілігінің консулдық басқармасының бір печат басылады, онан кейін Қытайдың сыртқы істер министрінің консулдық басқармасының бір печат басылады. Енді сол басылмай тұр ғой ата. Мен сізге айтайын себебін. Басып жатқандар бар. Екінші, әзір мына дипломға жөнінде барсаңыз, Алматы қаласында сонда арнаулы адам отыр. Ол 30 мың теңге төлесеңіз, сіздің дипломыңызды жиып апарып Пекинге растау. Әзір Қытайда да Қазақстан электронды үкімет жүзеге отыр. Бұдан бұрын жалған дипломмен үшін жұмыс жүрген көп адамдар жүр. Заңгер болған, басқа болған, мысалы, диплом алып келген. Ал осының алдын алу үшін біз осы 2 ел келісімге келдік. Енді неке куәлігін айтайын. Екі неке куәлігін алған кісілер бар. Осының алдын алу үшін осы нәрсені растатып отыр. Енді және туу куәлігі дегенді растатады деген мен естігем жоқ. Өйткені біздің әділет министрі мен Қытайдың әділет министрінің арасында келісім бар.
біз осы өз құқығымызды білейік, елге қосылса құқық. Енді делдал деген қоғамға керек, өркениет қоғамда делдалдар керек. Өйткені кей кісілердің жұмысы көп болады. Уақыты болмайды, кей кісілер тіл білмейді. Соларға қалыпты ақшасын алса, ол делдалдар керек. Бірақ әзір біздің коррупцияға байланысты делдалдар өте құнығып кеткен, шектен шығып кеткен. Бұны көзіміз көріп отыр, шелектегі жағдай міне көз алдымызға келіп отыр. Бұл бүгін болмаса ертең жарылатын нәрсе деді. Бүгін міне бәден қанын көтерді, жарылды. Міне журналистердің, міне мықты журналистер сынды екеуі танып отыр, төртінші билік назарын аударып отыр. Енді көш түзеледі деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы. Осы жерде бар ғой, бауырым, осы жерде бір не, сіздің одағыңыз қандай? Аты? Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы. Қараңызшы, делдалға кететін ақша не қыласыздар? Оларға кетпеңіздер. Міне, тегін істеп береді. Осыларға сыйлық берсеңдер, бағдарламадан кейін қандай күшті? Қорып кетсеңіздер енді. Иә, бұл жерде енді бәрі де мәселенің әлгі жамбасың жұқа болса, жатпағы қиын болып тұр бәріңде. Біз айтамыз, осы жерде бір ғана бұл мәселе емес, 2018-де де Таразда 256 қандастың ықтияр хаты жалған болып, ол жерден де 8 адам сотталған инспектор, бұл әдетке айланып кеткен. Күні кеше ғана менің 4 адам ұсталды Ұзынағашта. Бұл бір үлкен аурудың айықпас дерті, енді челектен кейін Жетісуға ораламыз. Ол жақта да солай мәселе туындап жатыр. Бұның бір ғана Жамбылға қайталанып келер жылға қалатын шығар. Бұл мәселе осылай болып келе жатыр. Енді менің айтар едім, көші-қон заңнамасының бізде қазір 3000, 4000, 16-ға толмаған балалардың ешқандай құжатсыз балалары жүр. Туыстарының 2017-тен 2021-ге дейінгі геноцид вақытында олардың кім екенін дәлелдей алмаймыз. Себебі мен ол списокті жоғары министрлікке бере алмаймын. Олар кез келген уақытта бір заң шығарып ол балаларды қайтарып жіберуі мүмкін. Ата-анасы жоқ балалар. Осындай мәселелер көп. Біздің тек қана қазіргі осыны естіп отырған депутаттарымыз заң шығаратын. Бәрі естісе екен деймін. Заңда біз халықтың арасынан халыққа керек дүниені шығарып, қандас оралман болдық, оның мағынасын біліп алғаннан кейін қандас болдық. Біз мына ортада қазіргі осы әр мемлекеттен келіп жатқан қандас 19 миллионның 3/1 боламыз. 3/1 болған қоғамның бір бөлшегі болған қандас емес, ежелгі қазақтардың осы ұрпақтарын зарлатып, қақсатпай, оны бір тонна қағаз алып келіп, ән жерге тіркел, мен жерге тіркел емес, бір терезе ашып, оңай ғана дүние. Келді ма оның кім екенін дәлелдеп, осыларға азаматтығын берсе, осы чуды біз ары қарай көтермесек, ең жақсы болар еді. Бүгінге жалғасқан 32 мыңда біздің тек қана жеткеніміз төбелес, бөліс, ұятсыздық, арсыздықтан келе жатырмыз. Осыны естіп отырған барлық заң қызметкерлері өздерінің санасын өзгертіп, қазақ бір-бірін құл қылып, бір-бірін жау қылғанша, біз жаңа Қазақстанға мына күйімізбен бармаймыз да, бара алмаймыз да. Егер осы халықтар бізге ертеңгі мемлекеттен бұлар ақша сұраған жоқ, пана сұраған жоқ, тек қана өзіне тиесілі кім екенін дәлелдейтін бір парақ қағаз сұрады. Сонысын бере алмаған Қазақстанның қазіргі билігінен мен сұрайтын едім. Егер Қасым-Жомарт Тоқаев осыны көріп отырса, көші-қон заңнамасының 40 темірдің қылауын жимай сол жерге, кім көрінгенге тістетпей, заңды өзі 10 тармақ құрып берсе де, осы көші-қон заңнамасын реттесе, отырған әрбір сауатсыз көшеде жүрген инспекторды алып кірмей сол жерге, сауатсыз 5 адам 10 адамнан отырып, жылап жүрген осы қазақтарымыздың бала-шағасының отбасын түзеп берсе екен деймін. 300 отбасының қазір 300 жалпы қандасымыз қан қақсап жүр. Енді әрқайсысынан біреу сізден 700 мың теңге алды дейсіз, сіз 30 мың теңге алды дейсіз. 100 мың теңгеден алсыншы, бұл үлкен барып тұрған бизнес қой сонда. 100 мың теңгеден алғанның өзінде 300 миллион теңге ма? 300 миллион теңге демек белгілі бір адамдардың қалтасына кетті деген сөз. Бұны антикор міндетті түрде тексеру керек, прокуратура тексеру керек. Енді Асқарбек мырза, өзіңіз бұл істі басын бастадыңыз, аяғына дейін апарасыз деген ойдамыз. Өйткені марқұм Бейсен Құранбек ағамыз бұндай мәселені шет қалдырмайтын кезінде, қазір көзіңіз көріп отырсыз ғой, әркім әртүрлі, енді бәріміз әдемі сөйлеуге мастерміз ғой. Мына кісілердің көздері жәутеңдеп, кімге сенерін білмей отыр. Ертең бұл кісілерде шелекке барғанда міндетті түрде қысым болады, сөзсіз, жан-жақты. Сол кезде өздеріңізге берік болыңыздар, кез келген нәрсені видеоға түсіріп алыңыздар, бізге жариялаңыз, жіберіңіздер, біз жариялап отырамыз. Сол себептен бұндай мәселе басы бар, аяғы жоқ болып қалмасын.
Құдай қолдасын сіздерді, рахмет. Мен бір ауыз сөз қосайыншы. Осы біз 2 айдан бері тарап жатқан видео арқылы әлеуметтік осындай қоғамдық жақтан бізден көп көмек болса екен деймін. Әрбір азамат атсалыссын. Себебі бұл жерде олар кешеде мен бардым Шелекке. Дәулетті ұстап соттатпауға тырысып отыр. Себебі дәулет жалғыз кетпейді. Дәулеттің жоғары жағында көкесінің аты ашылу үшін олар дәулетті бағдарламаның ары қарай жалғасы болады. Ары қарай тоқтатпай жалғастыруларын сұраймын. Ораш мырза, енді бағана өзімізбен әңгімені бастадық. Енді ел көреді, көрермен көреді. Жалпы енді 4 жылдан азаматтықтың азабын көрдіңіз. Ондай бір ой болған жоқ па? Қазақстанға келген өкінем деген? Жоқ, өкінем деген ой жоқ. Мен қазір кішкентайым 5 жасқа келді, үлкені 20-ға келді. Ол Қазақстанда туылған. 5 жасқа. 6 жылдай болып қалды келгендер. Мен қиналып жүрген, мен оқымағам Қытайда. Қазақстан жазуында танымаймын, шын айтайын. Соны қиналып. Көріп отқан биліктегілерге, осы бастықтыққа жол беріп отқан адамдарға не айтар едіңіз? Неге звондамайсыз ба деп. Бұл кісіні қазір көріп отырмын. Енді осы кісі көмектеседі. Бағдарламадан кейін онда тағы сөйлесіп, ақылдасып кеңесесіздер. Енді сіздің де бір ауыз пікіріңізді білсек, не айтар едіңіз? Алдымен сіздерге енді көптен көп рахмет айтам. Негізінен әр нәрсе басталса аяқталмай қалмайға сенемін енді. Аяқталады. Құдайым сәттілік болсын. Әмин. Сіздер енді бір сұрақта дәулетке арыз жаздыңыздар ма, нақты? Мен дәулетпен қатыссыз. Дәулетке арыз жазған құжатыңыз бар ма қолыңызда? Қашан жаздыңыз? Мына кісі ғой дәулетке қатысты. Соны айтып жатырмын ғой сізге, жазған. Жазған. Болмаса бағдарламадан кейін де жаңа номерімді алып қалыңыз, маған звондаңыз, арыздың үлгілерін жіберейін, немесе арыз жазып жіберейін сізге. Жақсы. Бүгін барша қатысқан қонақтарға алғысымызды білдіреміз. Міне осындай кедергілер мен келеңсіздіктер қазақ көшіне өз салқынын тигізіп тұр. Тәуелсіздік алғалы ағылған көштің бұйдасы үзілмесін деп тілейік. Өйткені төрткіл әлемге тардай шашылған әр қазақтың тарихи отаны ол Қазақстан. Бұл қазақ ютубындағы тәуелсіз ток-шоу. Айтамыз, біздің айтарымыз алда.